Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Алтынай Жорабаева әлеуметтік желідегі белсенділігін бәсеңдетіп, біраз уақытқа ел назарынан тыс қалып қойды. Көпбалалы әнші оқырмандары алдында барынша ақталып, көрінбей кетуінің себебін ашып айтты. Алтынай Жорабаева отбасылық істерге байланысты ғаламтор кеңістігіне мүлдем уақыты болмағанын алға тартты. Өнер иесі өзінің желіден алыстап кетуінің себебін түсіндіріп қана қоймай, оқырмандарын Instagram парақшасында су жаңа фотомен қуантқан. Суретте эстрада жұлдызы жолдасымен бірге тұрғанын көруге болады. Әнші сүйіктісін өзін жарнамалағанды ұнатпағанымен, алдағы уақытта танымалдылыққа көнуіне тура келетінін жазған. Соған қарағанда, ерлі-зайыптылар жақында ортақ кәсіппен айналысуға ниетті көрінеді. Қайырлы кеш, Инста әлем. Кейінгі кезде Инстаға неге кірмей кеттіңіз деген сұрақтар көп келіп жүр дайректе. Себебі жолдасыма жаңа жоба ұсынуда. Отбасылық бизнес. Келісім шарттарға отырудамыз. Алла бұйыртса аз уақыт қалды. Негізі жәннатым иншаллах өзін жарнамалағанды ұнатпайды. Тіпті қарсы, амал жоқ, көнеді енді, деген жазба қалдырды Алтынай Жорабаева.